Анашым, бүгін менің мектептегі ең алғашқы күнім. Мектепке барып партада отырамын. Сен үшін қуаныштымын қызым. Бүгін 1 қыркүйек, уақыт өтіп жатыр. Сен де мектепке баратын жасқа жеттің. Ал енді сен маған уәде бер, тек қана бестік аламын деп. Келістік пе? Жарайды анашым, уәде беремін. Тырысатын боламын. Жақсы оқимын. Саған қарап отырып өзімнің баяғы мектеп кезім есіме түсіп кетті. Мектепте мен ең танымал оқушы болғанмын. Бәрі менімен дос болуға таласатын еді. Түсінікті, қызық болған екен ғой. Мен бірақ қазір қорқып тұрған жоқпын. Мектепке барғанда көп достармен танысатын шығармын. Әрине, маған тартқан болсаң, достарың да көп болады. Және достар ең маңыздысы емес. Ең маңыздысы сен жақсы оқы, сабағыңды тек бесікке оқы, үнемі түсініп жүр. Сонда сенің болашағың керемет болады. Достарың өз-ақ артыңнан жүгіреді. Жақсы анашым, бүгін айтқандарыңды есімде сақтаймын. Иә қызым, үнемі солай болсын. Айтпақшы, сабаққа кешігесің ғой. Көп отырып қалдық. Ал шыға ғой. Саған кешкіге тәтті бәліш дайындап қоямын. Маған не деген келген урод. Анашым, жоқ, мені алып кет. Мен мектепте қалғым келмейді. Мұндағы балалардың бәрі жауыз болып көрінеді. Біз ренжісетін сияқтымыз, ұрсып қаламыз деп ойлаймын. Алып кет. Қызым, мектептегі алғашқы күнің екенін білемін. Қобалжыма, уайымдама. Балалардың барлығы жаңадан келіп отыр. Тура сен сияқты. Мейлі, бүгінше алып кетші. Жоқ, мен жұмысқа кешігіп жатырмын. Кешке алып кетем, күнің сәтті өтсін. Мен кеттім. Балалар, мектеп күшті болатын сияқты, иә? Менің сыныбым түгел жиналған екен, ал енді өзімді таныстыра өтейін. Мен сендердің сынып жетекшілерің боламын. Көп сабақтардан беремін. Жалпы кешіккенде сөз қайтарғанда ұнатпаймын. Бүгін математика және жазу сабақтарын өтеміз. Бірінші бізде математика сабағы, сондықтан бірінші санауды үйренеміз. 1, 2, 3, 4, 5 жазып алыңдар. Түгел жазып отырыңдар, ұқтыңдар ма? Так, анда бір оқушы таңдамай отыр ма? Қызыл қалпақтағы қыз, келесіде сабаққа қалпақпен кіруші болма, ұқтың ба? Келесі сабақта сыртқа шешіп кел. Түсінікті ме? Жарайды. Мен жаңадан бері түсіндірген сабақты қалай үйреніп алғандарыңды тексеріп көреміз. Ал сабақты сен, көк шашты қыз, сен айтасың. Тақтаға шыға ғой, санап бер. Бағана өткен сандарды санасаң болғаны. Шық. 1, 2, қайталап алсам болады ма, апай? Жоқ, оңай ақ сандар ғой. Неге бірден жаттап алмайсыңдар? Оның орнына, көк бантик таққан қыз, сен шығасың. Сен отыр, саған 2 алғашқы күн үшін. Қайталама. 1, 2, 3, 4, 5. Жарайсың, сабақты тыңдағаның көрініп тұр. Саған 5. Сен неге жылап отырсың? Мен есепті шығара алмадым. Үзіліске екеуміз бірге шығып қайтайық. Ештеңе етпейді. Мен саған алдағы уақытта көмектесемін. Мен алғашқы күннен позор болдым ғой. Жоқ, бәрі дұрыс. Сабаңа түс. Қазір саған су алып беремін. Асықпай, су ішіп ал. Су ішсең, барлығы өз орнына келеді. Саған рахмет, менде бәрі жақсы болып қалды. Айтпақшы, танысқанымызға қуаныштымын. Танысу демекші, менің есімім Кара. Қандай әдемі есім, ал менің есімім Кейт. Сен сондай жақсысың. Сен солай ойлайсың ба? Біз енді құрбылармыз, иә? Мен қатты қуанып тұрмын. Иә, әрине құрбым. Достар, сендерге бұл сериал ұнады ма? Егер ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдау көрсетіп кетіңдер. Мен үшін сендердің қолдауларың өте маңызды. Қолдау болса, сапалы видеоларда көп болады.